Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сарт өрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кен қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қам сартқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке-өке десіп шығып кетсе қызым боқтасқан. Сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай. Атқа мінсе шаршап, шаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноғай десеңші. Түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башальщик ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сарбас орыс. Орыс ойына келген қылат деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті. Деп, сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, шаман келе деген, ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шақары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байларда, үлкен молдаларда ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да шөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малтыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сенің шақшы аяғың білән пышыратырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандықтың әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?